Есімінің орнына реттік нөмірі 4 болатын Жетісу облысының ауылында 1894 жылы 1 мамырда ұл Ильяс дүниеге келген. Анасынан ерте айырылған ұлын әкесі, шебері, ұстазы Жансүгір өсірген. Ильяс Жансүгіровтің балалық және жастық шағы ауылда өтті. Жүйелік білімді 17 жасында бітірген Қарағаш мектебінде алды. Баланың шығармашылық табиғаты өте ерте байқалды. Ильяс домбыра тартуды, халық мәдениетін үйренді және өзі де импровизация жасады. Оны жергілікті ақындар арасындағы айтыс қызықтырды. Көп ұзамай оның өзі де әңгімеші болды. Импровизация байқауларына қатысуды ұнататын және оларда бірнеше рет жеңіске жеткен. Ильяс Жансүгіров 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында Жетісудағы білім ордасы Мамания медресесінде оқуын жалғастырды. Мұнда ол Абайдың, Шангерейдің, Байтұрсыновтың және басқа да ұлттық мәдениеті жасаушылардың шығармаларымен танысты. Сол кезде жас жігіт махаббат туралы, табиғат сұлулығы туралы, халық әншілері мен күйшілері туралы алғашқы өлеңдерін жаза бастайды. 1920 жылдардың басында Ильяс Жансүгіров Ташкенттегі қысқа мерзімді мұғалімдер курстарына түсіп, Түркістанда этнограф Әбу Бәкір Диваевтың және бірқатар облыстарында фольклор жинаған экспедициясына қатысады. Курсты бітірген жас мұғалім өз ауданындағы ауыл мектебінде балаларға сабақ береді. Сонымен бірге журналистикаға деген қызығушылығын пайда болды. Тілші және Ақ жол газеттерімен қызметтес болды. Көп ұзамай Ильяс Жансүгіров Верныйдағы халық ағарту институтына шақырылып, кейінірек оның директоры болды. 1920 жылдардың екінші жартысында Ильяс Жансүгіров Мәскеуде 3 жыл тұрып, коммунистік журналистика институтында шәкірт болды. Мұнда әдеби ортада қозғалу мүмкіндігі туды. Ол Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Эдуард Багрицкий, Михаил Светловпен және тағы басқа атақты жазушылармен кездесті. Ильяс Жансүгіровтың шығармашылығы әртүрлі бағыттағы мәтіндер мен таңбалы шығармалардан тұратын бай әдеби мұра болып қалды. Қазақстан тарихының маңызды кезеңдерін бейнелейтін Дала поэмасы, әйгілі құлагер шығармасы қазақ әдебиетінің классигі болды. Ильяс Жансүгіровтың құлагерді 19 ғасырдағы ақын әрі күйшіге Ақан Сері Қорамсаұлына арнады. Шығарма оның өміріндегі драмалық эпизодты сүйікті жылқысының өлімін баяндайды. Поэма ұлттық әдебиеттегі ең трагедиялық шығармалардың біріне айналды. Бұл саяси қуғын-сүргін кезеңінде өмір сүрген автордың өз жанының зары. Жазушы бала тәрбиесі мәселелерін қозғады. Оларға адамгершілік тақырыпта ертегілер жазды. Жастарға эстетикалық тәрбие беруді маңызды деп санап, оларға арнап бірқатар еңбектер жазды. Ал мектепте оқулықтарын жасауға көңіл бөлді. Жансүгіровтың күйші поэмаларында ұлттық музыканың білгірі екенін көрсетті. Ильяс Жансүгіров қамауға алынғаннан кейін оның еңбектеріне тыйым салынып, кітапхана қорларынан басылымдар алынды. Мұрағаттың бар болуына қауіп төнді. Бірақ оның бір бөлігін ауылдағы туысқанына сақталған. Ал мұрағаттың бір бөлігі НКВД тергеушісі қайтыс болғаннан кейін ашылды. Ол құжаттарды жойып жібергенімен жасырын сақтағанын айтты. Қуғын-сүргінге ұшыраған ақынның тағдыры жақындарына көпке дейін беймәлім болды. Арада 2-10 жылдық өткен соң, жаңа заманда Фатима Ғабидова 1938 жылы қайтадан атылғаны туралы куәлік алады. Ильяс Жансүгіров 1957 жылы қайтыс болғаннан кейін ақталды. Оның жақсы есімі қайта қалпына келтірілді.